Бүгінгі Атырау тұрғындарын, барша қазақ елінің, барша еліміздегі мұсылман бауырларымызды бүгінгі Құрбан айт мерекесімен өз атымнан, коллективім атынан, Атырауда тұратын Қарақалпақ ұлты атынан бәріңізді шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Бүгінгі шақырып отырғандағы мақсатымыз халықты өзіміздің Ерлі-Жайық Қарақалпақ этно-мәдени қоғамдық бірлестігі атынан жасалған сыйлығымыз бар, соларды табыстайық деп шақырған едік. Еліміз әрқашан аман болсын, қазақ елінің шаңырағы биік болсын, келекесі кең мемлекет болсын. Еліміз ешқашан қиыншылық көрмесін, от бәлесінен, су бәлесінен аман болсын. Ерлі-Жайық Қарақалпақ этно-мәдени бірлестігінің атынан айт мерекесінде жасатқан сыйлықтарымыз барлық мұсылман халқын, Атырау халқын айт мерекесімен құттықтаймыз. Еліміз аман, семьямыз тыныш болсын, амандық болсын, су бәлесінен сақтасын, ендігі жақсылық болсын. Бәрі мұсылмандарды сол айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз.